сабағымызға жақсы көңіл сыйлау үшін сіздерге бір жақсы тілек айтып отыр. Бүгінгі сабағымыз жақсы өтсін, сіздерге өмірлеріне бүгінгі сабағымызға жақсы өтуін және өмірлерін әрқашанда ашық, жарқын, бүгінгі күніміз бұлтты болса да өмірлерінде күліп ойнап жүрулерін тілеймін. Әрқашан қуанышты күн. Ал енді балалар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз механикалық қуат, механикалық жұмыс және қуат тақырыбы. Оқу мақсаты 7-2-3-1 механикалық жұмыс ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру. Келесі үй тапсырмасын вортфол әдісі бойынша бірінші сіздер айтып отырсаңдар мен өзім жарайсыңдар. Келесі екінші сұрақ сұйық үшінші сұрақ талдау және сыни ойлау. Лифт иесі электр энергиясын үнемдеу мақсатында қозғалтқыш қуатын 3 киловаттқа дейін азайтты. Бұл лифттің мақсатына қалай әсер етеді? Дұрыс жауапты таңдаңыз. Ал әсер қай жауабы дұрыс? Жауабы Б. Лифттің көтерілу уақыты артады, бірақ атқарылатын жұмыс өзгермейді. Жарайсыңдар, жауабы дұрыс. Келесі. Ал енді балалар, осы дескриптор бойынша есептің шартын дұрыс жазғанымыз үшін, механикалық жұмыстың және ауру күшінің формуласын дұрыс таңдағанымыз үшін, жұмыстың мәнін есептеу өлшем бірлігін дұрыс жазғанымыз үшін 1 балл, қуатты ХВЖ-ға айналдырғанымыз үшін тағы 1 балл. Келесі одан кейін қуаттың формуласын түрлендіріп, лифт көтерілу уақытын бәрін есептегеніміз үшін 1 балл. Қуат азайғанда жұмыстың өзгермейтінін, тек уақыттың артатынын дәлелдегеніміз үшін тағы 1 балл. Сонымен бізде жалпы 6 балл өзіміз жаңа бағалау парағымызға белгілеп алдық. Келесі